Енгізу шығару операторын қолдану арқылы үш бұрыштың үш қабырғаларының ұзындығы берілген А, Б, С. Яғни біз А, Б, С-ні шарт бойынша өзіміз енгіземіз. Үш бұрыштың периметрін және ауданын табу керек. Периметрін табу үшін үшеуін қосып екіге бөлеміз. Бұл периметр. Ал аудан дегеніміз ол Герон формуласымен шығады. Герон деген формуласы S тең түбір астында P, жақшаңызда P минус A, P минус B, P минус C. Енді осыны машина тілінде жазу керек. Жазу үшін әуелі есептердің берілгенін қалай жазылатынын білу керек. File new. Программ сөзінен басталады. Программ есеп. Модуль uses CRT. Айнымалы. Бізде A, B, C табамыз, е? Сосын S-ті табу керек, P-ні табу керек. Типі real болады. Программа begin сөзімен басталады. Так, clear screen экранды тазалау. Енді бізге бірінші A-ны енгіз және B-ны енгіз деген сообщение шығады. Write-ln A-ны енгіз. Енгіз операторы read-ln A. Write-ln апострофқа B-ны енгіз. Енгіз операторы read-ln B. Сосын біз C-ны да енгізуіміз керек. Write-ln апостроф C-ны енгіз. Енгіз операторы read-ln C. Біз енгізіп болдық. Ары қарап есепті шығару үшін біз машинаға программалық тіліне, яғни шығару операторын белгілейміз. Ол дегеніміз бізде жаңа S пен P мен S-тің формуласы. P дегеніміз үшеуін қосып екіге бөлу. P меншіктеу операторы жақшаға A плюс B плюс C бөлемін екіге. Біз P-ны таптық делік. Енді Герон формуласы арқылы ауданын табуымыз керек. Аудан S тең S, Q, R, T. Түбір асты, яғни жақша. Енді P көбейтілген жақшаның ішінде бізде P алынған A. Міндетті түрде көбейту математикада екі санның көбейтіндісі жазылмайтын болса, Pascal тілінде міндетті түрде жазылады. P минус B көбейтілген жақша P минус C. Енді экранға шығару үшін write-ln периметр тең өтір P write-ln аудан тең өтір S. Есептің жауабын көру үшін, өшіп кетпеу үшін read-ln Enter. Программа аяқталды. Ctrl F9. Бұның атын не деп сақтаймыз? Үш бұрыш мысал. A-ны енгіз дейді. A 5. P-ны енгіз 2. C-ны енгіз 2. Қате. P-ның
6-да 2 дейік. Ауданға 6-да 2 дейік. Бұл жерде біз жаңа А, Б, С мән берген кезде дұрыстап мән беру керек сияқты. Қайта орындаймыз. F9 6, 9, 5 мін. Периметр 10-ға тең, ауданы 14,14-ке тең. Есеп осымен аяқталды.